Жайық пен Еділ деген ағалы-інілі ағайынды мерген болыпты. Жайық ағасы, Еділ інісі екен. Екеуі мергендік қып бір елдің аш-арықтарын асырайтын болған. Қарашаның басында қар бір-екі жауғанда екеуі екі бөлек аң аулап, кешке күркеде бірігіп отырғанда Жайық Еділге «Мен бір тамаша іс көрдім» дейді. Жалаңаяқ кісінің ізін көрдім. Сол ізге түсіп кеттім. Із қалың қамысқа барды. Қамысты аралап келе жатсам, із бір қамыс күркеге кірді. Күркеге кіріп қарасам, ешкім жоқ. Тысқа шықтым. Өңім бе түсім бе деп, бағанағы жалаңаяқтың ізіне түссем, әлгі із жоқ болып кетті. Менің ізімнен басқа із жоқ. Содан соң қайта күркеге кірдім. Бұл қалай деп тамаша қып тұрдым. «Иә, Жайық, не қып, не істеп жүрсің?» дейді біреу. Бірақ көрінген кісі жоқ. Аң қарап жүріп, жалаңаяқты кісінің ізіне түсіп келдім. Ізі бар, өзі жоқ. Соны тамашалап тұрмын, дедім мен. Әлгі айтты: «Менің тілімді ал, жолың болады. Тілімді алмасаң, жалмауыз жейді сені». Содан кейін мылтығыма оқ салып, білтені тұтатып алып, «Ал, мені жей ғой, жалмауыз болсаң», деп едім. Ешкім маған қарсы шыққан жоқ. «Кетіп қалдым», деді. Жайық інісіне. Еділ сенбеді. Таң атқан соң екеуі қамысқа келді. Келсе, күрке де жоқ, сынған бір қамыс та жоқ, із де жоқ. Еділ ағасына «Өтірік айттың», деді. Жайық: «Көргенім рас деймін». Бірақ Еділ сенбеді. Атқан аңның етін атқа артып Еділ елден Жайықтың қалған жеріне келсе, Жайық жоқ. Әрі-бері қарап таба алмады. Жоғары кеткен шығар деп өзенді жағалап Еділ де кетті. Қалың қара тоғайдан бір құлан атып алып, соны кешке сойып, төстігін кесіп, темір істікке шаншып пісіріп отырды. Ел орынға отырған мезгілде тоғайдың басынан бір жаяу жүгіріп келе жатыр. Басында бүркенген шапан бар. Келген бетте оттың жанына келіп отыра кетті. Еділ төстіктің бір жапырағын кесіп ұсынды. Қолынан төстікті алғанда әлгі сақ ете түсті. Мұны ұсынбағанда тойың болып еді деп жүріп кетті. Бұл кеткен соң Еділ қауіптеніп, өзінің орнына бөрене тастап, оны шекпенімен жауып қойды. Ал өзі болса, мылтығын оқтап, даярланып отырды. От өшіп бара жатқан кезде, әлгі жаяу жүгіріп келіп, «Ала ғой, ала ғой» деп 10 саусақтары сатырлап бөренені бас салды. Еділ атып кеп жіберді. Жаяу шалқасынан түсті. Таңертең қараса, 10 саусағы бірдей темір екен. Еділ барлығын кесіп алды. Түймелері түгел алтын күміс, маңдайында жалғыз көзі бар екен. Мерген от жағып, қолдарын өртеп жіберді. Еділ тоғайда 3 күн болды. 3 күнде өстіп, 3 келіншек өлтірді. Еділ енді елге қайтып келді. Бірақ осындай 3 келіншек өлтірдім, Жайықты іздеп таба алмадым деп елге айтпады. Еділ еліндегі бір Қара деген кісіні: «Сен елге тамақ әкеп тұрсаң, біз Жайық екеуміз аң аулаймыз» деп аңға ертіп ала жүрді. Екеуі Жайықты іздеп таба алмай жүріп, бір көп қойға кездесті. Бақташысы жоқ қойды көріп, енді қойдың иесін іздеді. Әлден уақытта ақ орда көрінді. Сол үйге екеуі келіп, «Сөйлес» деді. «Түсе бер, рұқсат» деді үй иесі. Екеуі аттан түсті. Барлық қару-жарағын тысқа қалдырып үйге кірді. Есік сарт етіп жабылды. Бір әйел ары қарап бала емізіп отыр екен. Әйел айтты: «Еділ, 3 келінді сен өлтірдің.
3 баламды жайық өлтірді. Жайықты мен асып жедім. Біріңді сойып, біріңді асамын. Мен сендерді аяғымнан іздегем жоқ. Өздерің келдіңдер, дейді. Түнімен аңдысып, бірін-бірі ала алмай, таңертең еділ жезтырнақ әйелді атып тастайды. Қайта барып, үйдің есігін ашайын десе аша алмай қойды. Содан кейін барлық қойды айдап, еділ елге келеді. Қойды таратқаннан кейін осындай жайын айтты. Жайықтың ажалы сол әйелден келдірейді. Сонымен елі жайықты жоқтап ас беріп тарасыпты. Жылаған халыққа еділ айтты. Жалмауыздың үйіне барайық, қалған жасауды алайық деп еді. Бұл сөзге жиылған халықтың барғысы келмеді. Қорықты. Сонымен ел жалмауыздың малын малданып жүріп жатты. 1-2 жылдан кейін еділ қызын ұзатты. Қызы әкесінен шолпыны сұрады. Еділ айтты. Шолпыны алсаң сені өлтіреді. Жалмауыздың артында қалған бір қыз бар деп. Ақыры шолпыны қызына берді. Бірақ 2-3 жыл ұйықтамай жүр деп қызына өсиет айтты. Бірталай уақыт өткеннен кейін жалмауыздың әлгі қызы бір сыпыра елді басып алып қырып келе жатады. Бір күні еділдің қызының үйіне кіре бергенде жалмауыздың қызын еділдің қызы басынан қағып қалып өлтіреді. Сонымен жалмауыздың қызы өледі. Содан кейін халық тыныш болып, мал құралып, мамыражай уақыт келіп ел болады.